Барлықтарыңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен қызықты тақырып жайлы әңгімелесеміз, Қыздарға қандай жігіттер ұнайды деген тақырыпқа әңгімелесетін боламыз. Жалпы қыздарға қандай жігіттер ұнайды деген сұраққа жауап беретін болсақ, жалпы әрбір қызға әрқалай жігіт ұнайды, Біреуіне ұзын, біреуіне орта бойлы, біреуіне қысқа, біреуіне толық, біреуіне арық, біреуіне качок, біреуі шашпен, біреуі шашсыз жігіттерді ұнатуы мүмкін. Мінезі де сондай. Біреуге сабырлы ұнайды, біреуге бұзық жігіттер ұнайды. Әр қызға әрқалай жігіттер ұнайды. Неге ол әр қызға әрқалай жігіттер ұнайды? Себебі бейсаналы түрде қыздар айтады ғой, әкесіне ұқсайтын кейбір қылықтары, мүмкін түрі әкесіне ұқсайтын жігітті таңдайды да. Кішкентай кезіндегі өтелмеген қажеттіліктері бар, мысалы, бәлкім махаббатта өтелмеген қажеттіліктері, немесе мысалы сыйлық бермегендегі өтелмеген қажеттіліктері, немесе әртүрлі кішкентай кезінде адамның қажеттіліктері болады, өтелетін. Сол себепті сол әкесіне ұқсайтын адамды таңдайды да, сол қажеттіліктерін өтеуге тырысады екен. Сол себепті әр қызға әр қалай жігіт, әр түрлі жігіт ұнайды. Тіпті ол әкесіне де ұқсамауы мүмкін, кей жағдайларда сондай болып жатады. Сол себепті егерде сізге бір қыз қарамай қойса, түк етпейді. Сіз бір қызға ұнамасаңыз, сіз барлық қыздарға ұнамадыңыз деген сөз емес. Сіз ана қызға ұнауыңыз мүмкін, бір қызға ұнасаңыз, бір қызға ұнамауыңыз мүмкін. Әр адамның талғамы әрқалай. Дегенмен сіздермен бүгін жалпы көпшілік жағдайда қыздарға не ұнайды, қыздардың психологиясы, сонымен қоса біздің қажеттіліктеріміз, жалпы қыздарға ортақ, қыздарға тән қасиеттер жайлы әңгімелесетін боламыз. Жаңағы қызымыз, жаңағы жігітті келбетіне, мінезіне және тағы да басқа факторларға сай таңдап алды делік. Ары қарай, ұзақ мерзімді қарым-қатынасқа түсу үшін қыздарды түсіну өте маңызды. Себебі қыздар мен жігіттер өте әртүрлі, оның әркімнің ерекшеліктері бар. Сол үшін ұнаған қызыңызбен ұзақ мерзімді қарым-қатынасқа түскіңіз келсе, міндетті түрде келесі ерекшеліктер жайлы тыңдап алыңыздар. Бұл нәрселер 80-90% қыздарға тән қасиеттер, олар осындай жігітті таңдағысы келеді екен. Және оны менің көп құрбыларым да айтады, мысалы, мен де сондай жігітті таңдағым келеді, және тағы басқалар. Бірінші, қыздарға тән ерекшелік, ол эмоционалды. Қыздар өте эмоционалды болып келеді екен. Мысалға алатын болсақ, сол сіздің қызыңыз жұмыстан шаршап келді, немесе өмірге өкпені айтып жатыр сіздің көзіңізше. Ал негізі жігіттердің психологиясында қандай? Жігіттер тек қана бір проблеманы шешу үшін айтады біреуге, бөліседі, тек қана бір проблеманы шешемін деген мақсатпен екінші адаммен бөліседі. Сол кезде қыз адам өзінің ішкі жан дүниесін жігітіне айтып жатқан кезде, жігітке ер адамға айтып жатқан кезде, ол ер адам ойлайды: бұл менің кінәм ғой, мен не істей аламын, өзіне тіпті кірерге жер таппай қалады. Кей кезде тіпті агрессия сізге жауап беруі де мүмкін. Әртүрлі жағдай болады, себебі ол қызды түсінбей қалады. Неге маған айтып тұр, мен не істей аламын, қалай көмектесе аламын, ол мені кінәлап тұр ма, мен кінәлімін ба деген неше түрлі ойлар кетеді жігітте. Шын мәнінде біз егерде шаршап тұрсақ, немесе жылап, өзіміздің эмоциямызбен бөліссек, ол сен кінәлісің, немесе көмектес деген сөз емес, тек қана мені тыңдашы, мені қолдашы деген сөз екен. Яғни, сіз жай ғана сізден бізге керегі бізді тыңдауларыңыз. Еш нәрсені ойламай, тек қана бізді тыңдағандарыңыз, бізді қолдағандарыңыз және құшақтағандарыңыз керек екен. Сол себепті бұл бірінші ерекшелік. Өзіңіздің проблемаларыңызды тек
шаруалармен, тек оны шешу үшін бөлсеңіз, қыздар жай ғана эмоциялармен әрқашан бөліскісі келіп отырады. Сізден бізге керегі осы эмоцияларымызды қабылдап, жай ғана тыңдау керек екен. Екінші маңызды ақпарат, қыздарға детальдар, сіздің көңілдеріңіз өте маңызды. Бәлкім, мысалы, жігіт пен қыз басында енді конфетно-букетный режим дейді ғой, жігіт өте көп көңіл бөледі, содан кейін оған күнде хат жазады, күнде кездесуге шақырады, және тағы басқалар. Уақыт өте келе жігіт түсінеді, ол біледі ғой, мен оны жақсы көретінді, ол да мені жақсы көреді, мен де оны жақсы көремін. Неге оны жалпы қайта-қайта айтып қажеті не, қайта-қайта көрсетіп қажеті не деген ойлар пайда болуы мүмкін, Бірақ қыздарға осындай детальдар, сөздер, көңіл аудару өте маңызды. Тіпті қызыңызға жарты күн, бір күн жазбай қойсаңыз, жарты күн енді жұмыс бар, ана-мынау деген сияқты, енді жұмыс істейміз ғой, бәріміз кішкентай адамыз емеспіз. Бәлкім оқисыз, Қызда неше түрлі ойлар кетеді. Ол мені жақсы көрмейді, ол басқа қызбен жүр, неше түрлі ойлар кетеді. Тіпті кейбір қыздар болған, өзінің жігітін блокқа тығып ұстауы мүмкін. Енді қызда таракан, басында таракандар неше түрлі ойлар айтады. Сол себепті тіпті қолыңыз босамай жатқанның өзінде қызыңызға қалың қалай, не істеп жатырсың деген SMS-ті да жіберіп қойды, ұмытпаңыздар. Әрине, қолыңыз бос болған кезде онымен уақытты көбірек өткізіп, кездесулерге шақырып, сыйлықтар беріп тұрған әрине маңызды. Сол кезде сіздің сүйіктіңіз, қызыңыз сізге деген сенімі артып, сізбен ғана болғысы келеді екен. Сол үшін сүйіктіңізге эмоцияларыңызды көрсетуді үйреніңіз. Тіпті эмоция толып бара жатпаса да, жылы сөз айтып қойыңыз. Қыздарға ол өте ұнайды. Сонымен қоса, қыздарға ұнайтын жігіттердің түрі ол ақылды жігіттер екен. Біріншіден, ол өздері түсінбесе де бейсаналы түрде әрбір қыз өзінің ұрпағы, өзіне ұрпағына жақсы тәрбие беретін адамды іздейді екен. Олар түсінбесе де бейсаналы түрде ақылды жігіттерді ұнатады екен. Сонымен қоса, ол өздері де сондай жігіттерге тартылады екен. Өйткені олармен сөйлесу қызықты, олар қыздардың психологиясын біледі. Жалпы олармен уақыт өткізу өте қызықты. Сонымен қоса, ақылды жігіт дегенді қалай қарастырамыз? Ол болашағы бар жігіттер. Қыздар, көп жігіттер ойлайды, қыздар ақшаға қарап қалған деп. Ол олай емес. Олар бейсаналы түрде болашағы бар жігіттерді іздеуге тырысады. Олар бұлай ондайды қаламаса да, бәлкім, жоқ, мен оған ондайды қаламаймын, мен ақшасына қарамаймын деп те айтуы мүмкін. Дегенмен бейсаналы түрде болашағы бар жігіттерді таңдауға тырысады. Неге? Өйткені, ертең қыз декретке шығады, ол түсінбейді, бірақ бейсаналы түрде ол барлығы. Айтады ғой, животный инстинкт дейді ғой, сол деңгейде. Мысалға алатын болсақ, ол декретке шықса, мысалы, ол жұмыс істемейді ғой, ертең аштан қалмау қамын ойлайды. Яғни өзін асырай алатын азаматты іздейді екен. Құрметті достар, бүгінге осы. Негізі менде осы тақырыпқа байланысты өте көп ақпарат бар. Дегенмен мен барлығын ашпаймын деп шештім. Ең алдымен маған сіздердің пікірлеріңіз керек. Егер де осы топтамадағы видеолар ұнаса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен міндетті түрде осы тақырыпқа байланысты әлі де видеолар шығаратын боламын. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздесейік.